Ассалаумағалейкум, сіздермен керек арнасы. Қымыздың қасиеттері мен пайдасын білесіз бе? Қымыздың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Қымыздың құрамында жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады, құрт ауруларының алдын алады. Ауырған адамның қайта қалпына келуіне жақсы ықпал етеді. Саумал қымызды ем ретінде буын ауруларына ішсе тіпті пайдалы. Сал болып қалудың алдын алады. Жаңа босанған келіншектің үстін молайтып нәрлі етеді. Демек, емізулі балаға да пайдасы орасан. Ашыған қымыз шөлді басып, қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартады. Іш қатудың алдын алады. Ашығудан кейін қымыз ішу буын ауруларына өте пайдалы. Адам денесінің күш-қуатын арттырады, бүйрек пен бауырды қанықтырады, қан тамырларын тазалайды. Буын аурулары мен сүйектің қақсауын, жүйкенің жұқаруын, бас айналуын, созылмалы сарыауру, ұйқысыздық, ішектегі жара, гастрит сияқты аурулардың алдын алады, немесе жеңілдетеді. Қымыз адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады. Дәрігерлер қымызды безгек ауруына және жөтелге қарсы ішуге ұсыныс жасайды. Қымызбен емделгенде тамырдың соғуы жиілеп, қан айналымы жылдамдайды. Қан тамыры жұмысы мен жүрек соғысы жақсарады. Кез келген сүттегі ең бағалы зат бұл ақуыз. Бие сүтінде ол 1,8-2% болады. Қымызда шамамен 1,3-2% май бар. Бұл сиыр сүтіндегіден 2 есе кем. Ал сіз қымызды қаншалықты жиі ішесіз?